Баршаңызға қайырлы күн. Дәмі өте керемет болып шығатын жаңа жылдық дастарханға арналған сапа жоқ тортын дайындаймыз. Отқа қоятын ыдысымызға құмшекер, жұмыртқа және балымызды салып, жақсылап араластырып, кішкене қызғанша отқа қоямыз. Аздап жылыған массамызға бөлме температурасындағы сары майды қосып араластырып, қайтадан ең төменгі отқа қоямыз. Міндетті түрде астын үнемі араластырып отырамыз. Ішіндегі құмшекеріміз бен сары майымыз толық ерігенше отта ұстаймыз. Міне біздің массамыз толығымен еріді. Енді оған содамызды саламыз және барлығын жақсылап араластырамыз. Сол кезде біздің массамыз көлем жағына ұлғаяды. Кішкене көпіршігі басылған соң оған жайлап ұнымызды сала бастаймыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп салғанымыз дұрыс. Сол кезде қамырымыз әдемі болып шығады. Қамырымыз дайын, шамалы сұйықтау болады. Оны пакетке салып, морозильникке 40 минутқа қоямыз. Қамырымызды морозильниктен шығарып, теңдей 3 бөлікке бөлеміз. Және де менде осындай қолдан жасалған сапоктың формасы, сол форма бойынша кесіп аламыз. Және міндетті түрде қатты көтеріліп кетпес үшін бетін осылай вилкамен тесіп шығамыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 4-5 минутта пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасы әртүрлі болғандықтан пісу уақыты әртүрлі болуы мүмкін. Міне осындай қызарғанша пісіріп алуымыз қажет. Крем дайындау үшін мұздай 30-35% сливкеге бөлме температурасындағы вареный сгущенканы салып, сәл қоюланғанша миксермен миксерлейміз. Аздап қоюланған массамызға мұздай творожный сырды бірнеше этапқа бөліп қоса отырып миксерлейміз. Осы креміміз қою крем болғанша, яғни формасын жақсы ұстап тұратын крем болғанша миксерлеуіміз қажет. Біздің креміміз дайын болды. Осылай өзінің формасын жақсы ұстап тұрады. Вобипайдың насадкасын кигізіп, кондитерлік мешокқа құйып аламыз. Кішкене кремнен астыңғы жағына жағамыз және тортымызды жинауға кірісеміз. Бірінші кожымызды қойып, бетіне осылай дөңгелектеп кремімізді құйып шығамыз. Екінші кожымызды қоямыз, оның да бетіне осылай құйып шығамыз. Содан соң үшінші кожымызды қойып, оның да бетіне дөңгелектеп кремді құйып шығамыз. Тортымызды өз қалауымыз бойынша әсемдеп сәндейміз. Менде изомальттан жасалған декор, ол декордың рецепті менің YouTube каналымда бар. Описаниеда ссылкасын қалдыратын боламын. Тортымызды дайын болған соң 2 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Сонан соң кесіп көреміз. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің және отбасыларыңыздың көңілдерінен шығатынына сенімдімін.